Сәлем достар, бүгінгі ақпаратым пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздерге Кабинет салық KZ порталынан ЭЦП кілті арқылы салықта қаржы жоқ анықтаманы шығаратын боламыз. Ол үшін өзіміздің кілтімізді таңдаймыз, паролін енгіземіз. Таңдау батырмасын басып кіретін боламыз. Мінекей, порталға кірдік, салық өтініші деген бөлімді таңдап, оның ішінен салықтық берешек туралы бөлікті таңдаймыз. Бұл жерде мәліметтер шығады, тексереміз. Мемлекеттік кірістер органын таңдаймыз өзіміздің. Ақпаратты қалыптастыру мақсаты. Қандай мақсатқа? Мысалға, несие алу мақсатында бұл анықтама керек болып жатыр. Ақпаратты берілетін орган, яғни банкке беріледі. Хатты жіберу батырмасын басамыз. Міне, сұрау сәтті жіберілді. Салық өтініші деген бөлімге қайта барамыз. Оның төменгі жағында іздеу батырмасын бастық. Мінекей, ақпаратымыз шықты. Ақпарат дайын. Мінекей, PDF форматында жүктелді. Бұл жерде екінші бетін ашсақ, бізде бюджетке барлық берешек 0 теңге